Бизнеске арналған үкімет. Бүгін Маңғыстауда таныстырылған жаңа жоба алдағы уақытта республика көлемінде іске асырылмақ. Тың бастама өңірге жұмыс сапарымен келген мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың назарына ұсынылды. Бағдарламаның мақсаты бизнесті дамытуға бағытталған шараларды бір нүктеге шоғырландыру. Президентке аймақтағы кәсіпкерлік саласының қарқыны туралы ақпарат та берілді. Әріптесім Айман Нұрмағамбет айтып береді. Өңірде 51 мың кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Бұл сан жыл сайын 6%-ға өсіп отырады. Себебі аймақта бизнеспен айналысамын деушілерге мүмкіндік мол. Арнайы бағдарламалар да жасақталған. Мәселен, өткен жылдың өзінде бастау жобасы аясында 1056 адам оқыған. Оның 305-і өз ісін дөңгелетіп отыр. Солардың бірі Жаңылсын Бұқарбаева. Сұлулық салонын ашып, 3 адамды жұмыспен қамтыған. Атамекеннен 2 миллион кредит алып, өз бизнесімді бастап кеттім. Арманым орындалды. Және де Маңғыстау облысында сұранымға ие ұлттық киімдер тігін шеберханасын ашайын деп жұмыстанып жүрмін. Мұнайлық Венера Дидарова да бағдарлама шарапатын көрген. 6 миллион теңге несие алып, сүт өнімдерін дайындаумен айналысып жүр. Бүгінде ірімшік, құрт пен айранды сатылымға шығарып отыр. Бұрыннан мал шаруашылықтың бар. Одан 20 бас мал алдық. Бастау бағдарламасына көп алғысымды айтам. Бұл үлкен мүмкіндік. Жастарға бастап келатқан бизнесмендерге үлкен төмен пайызбен берілетін несие. Бастау жобасы аясында несие алып қана қоймай, заңгерлік, бухгалтерлік, құқықтық мәселелерді реттеуге болады. Бұл бағытта өңірлік кәсіпкерлер палатасы көмектеседі. Обращениялар келеді. Қандай жауап жылдың жартыжылдығына 550 адамды оқытуды жоспарлап отырып, 18 наурыздан оқу басталды. Бүгінге бір ай оқулары олардың аяқталуда. Әр аудан қалаларда ұйымдастырылған. Соның үстіне бүгінге Жаңаөзен қаласында қарқынды осы оқуды ұйымдастырып келеміз. Бизнеске берілетін басымды күшейе түсті. Жаңа жоба бойынша палата табалдырығынан аттаған кәсіпкер енді басқа ешқайда бұрылмай-ақ өзіне қажетті барлық қызметті осы жерден алады. Құзырлы органдардың тиісті өкілдері палатада орналасқан. Маңғыстауда сынақтан өтіп жатқан бұл жоба тиімділігін танытса, өзге өңірлерде де енгізілмек. Жалпы облыста кәсіпкерлік саласы қарқынды дамып келеді. Былтыр осы тармақ бойынша 12 миллиард теңге несие беріліп, 4,8 миллиард теңгелік 400-ден аса жоба субсидияланды. Бұл биыл да жалғасын таппақ. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.